тыңдаушылар назар аударып тыңдаймыз. Авторы Ақселеу Сейдімбек. Қарттың кішкене ғана сүйкімді тіралғыш немересі бар екен. Олар туған жердің төсінде ертегіден не түсіндік? Жалпы ертегі не туралы айтылған? Кәне, кім жауап береді? Айзере? Ертегінің негізгі ойы қандай? Бақ келіпті, шаршап келдім дейді, ұзақ жолдан келдім дейді, жасым 99-ға келді, бауырым бүтін, немере көрдім, бала көрдім, мен білген бақ осы еді ғой, жоқ, жолдан қалмасын, кете берсін. Ау балақай, үйде үлкендер бар ма? Бар болса хабар ай. Ұзақ жолдан шаршадым. Ата бақ келіпті, ұзақ жолдан шаршадым дейді. Жасым 99-ға келді, бауырым бүтін, немере көрдім, бала көрдім. Мен білген бақ осы еді ғой, жоқ, жолдан қалмасын, кете берсін. Үйде үлкендерден біреу бар ма? Болса хабар мен, Дәулет келіпті. Ата, Дәулет келіпті, ұзақ жолдан шаршадым дейді. Жасым 99-ға келді, бауырым бүтін, немере көрдім, бала көрдім. Мен білген Дәулет осы еді ғой, жоқ, жолынан қалмасын, кете берсін. Ау балдырған, аманбысың? Ұзақ жолдан шаршап келдім. Шөлдедім. Ата, аман келіпті, ұзақ жолдан шаршадым, шөлдедім дейді. Аман есенсің бе? Жүр, бұл жерде тұрма жүр, төбелет